Соны 505 мың теңге осы ара шаруашылығын грантқа жазып, соны 505 мың теңге ұтып алдық. Негізі айына қанша ақша табуға болады ата? Айналысқан адамдарға. Сонда 1 тонна болып тұр, бір 3 миллион болады да шамалы. Жылына 3 миллион табуға болады, бір жылда. 100 семейден. Осы жерде. Қаншадан ата миоттаңыз? Килограмм 3 мың теңгеден сатып жатырмын. Сол кезде бал ана сұйықтық жан-жаққа ағып. Иә, мынаның қабырғаларына ұрады да, сөйтіп ананың түбіне ағып түседі. Жейтін нәрсе ма? Иә, жеп шайнап жаңағы ана несін босқысын тастаса болады. Бағалы өнімдердің бірі прополис деп аталады. Өте пайдалы нәрсе. Енді мынау маточное молоко дейді. 67 жастағы ақсақалымыз осындай кәсіппен айналысып жатса, демек зейнетке шыққан жандар болмаса жас кәсіпкерлер осы кәсіпке кірсеңіздер болады екен. Бартаңызға сәлем. Біз Түркістан облысы Төле би ауданындамыз. Сіздерге ара шаруашылығын түсіруге келдік. Бүгінгі шығарым өте қызық болады деген ойдамыз. Бүгінгі біздің кейіпкер. Есіміз қалай ата? Қалшабек. Қалшабек. Сіздерге қызықты контент болады деген ойдамыз. Ара шаруашылығымен толыққанды танысқыларыңыз келсе, бүгінгі шығарымның соңына дейін көріңіздер. Сол. Ата, енді қанша жыл болды айналысып жатқаныңызға? Менің атым Қалшабек. Айналысып жатқаныма 4 жыл, 5 жылға кетіп бара жатыр. 5 жылы? Бастаудан бұрын енді мен зейнеткерлікке шығар алдында осы мемлекетте оқып, жаңа ұлым. Грантта ма? Алматыда нені бітіріп келді, университет бітіріп келген екен, біраз жұмыс болмады. Сол жұмыссыздарға грант бөлініп жатқанда, соны 505 мың теңге осы ара шаруашылығын грантқа жазып, соны 505 мың теңге ұтып алдық. Сөйтіп, осы шаруашылық бастадыңыздар. 505 мың теңгеге осы ара сатып алдық, 21 семья. Жайшіктерменен сол 4 жылдан бері соны ақырын көбейтіп, биыл енді мына 100 семьяға жеткізіп отырмыз. 80 жайшіктің ішінде қазір 100 семья. 100 семьяда ол қанша арадан болады 100 семья деген? Енді семья, бір семья дегеніміз мысалы үшін бір жайшікте бір семья болады ғой? Бір жайшікте бір семья. Соны, мысалы бір бас қой деген сияқты бір семья деп атаймыз соны. Енді бір семьяда 15-20 мыңнан 80 тіпті ірілерінде 100 мыңға шейін ара өмір сүреді. 100 мың ара? 100 мың ара. Сол жаңағы ол бір семьяның ішінде араның 3 түрі өмір сүреді. Жұмысшы аралар, еркек ара және аналық ара. Жұмысшы аралар тек қана жұмыс істемен болады. Осы бал тасиды, бағда, тағы да басқа өздеріне қажетті нәрселердің жұмыстарын бәрін солар атқарады. Ал еркек аралар сол жаңағы матканы будандастырумен айланысады. Матка дегеніміз аналық ара, бір аналық ара болады, олар тұқым сеуіп, сол араларды көбейтіп отырады. Көбейтіп отырады. Соны қазір енді мынау біз Сарам су шатқалында тұрмыз, табиғаты көркем жер. Осы жерде мен стационарный пасека дейді, тұрғылықты омарта бұл жерде. Ешқайда көшпеймін, осында ауа райына қандай болса да бір жерден сіз айттыңыз ғой бағана 20 отбасыдан біз 100 отбасыға жеткіздік деп ше. Мысалға бір жылда қанша отбасы көбейеді? Жәнеге? Енді 2 есе 3 есе көбейтуге болады, бірақ жаңағы берген өнімдер аз болады да. Араны көбейтіп берсең, берген өнімдер аз болады. Сапасы кетіп қала ма? Сапасы кетпейді, бірақ жаңағы әкелетін бал аздау болады да. Анау көбейткен сайын оның күші азаяды. Күші азаяған екен жаңағы. Жұмысшылар дегеніміз, ата мен просто бұл арба шаруашылығын түсінбеймін ғой. Жұмысшылар дегеніміз бұлар қазір шығады да барып гүлдерден не алып келеді ғой, иә? Мына мысалы үшін мынаны ашып жатырмыз енді қазір. Ашып жатырмыз. Міне бұлардың бәрі мысалы үшін жұмысшы аралар. Енді бұлар сыртқа шықпайды ғой жұмысшы аралар дегеніміз. Жоқ, осылар наоборот осылар шығады. Сыртқа шықпайтын жаңағы аналық аралар. Бұлар сыртқа шығып сырттағы іштегі жұмыстардың бәрін істейді. Бұлар күндіз-түні жұмыс істеумен болады. Күндіз әкелген нәрселерді, мысалы үшін араның шикізатын әкеледі, сироп, сок алып келеді гүлдерден. Соны түніменен обработка жасап, дайын балға айландырады. Қазір біреуін алып көрсетсем жатыр, кішкене зум беріп көрсетсем болады, тамыз. Или сәл жақындасам болады. Міне қазір араны алды. Аралардың бәрі мына жұмыс істеп жатыр бұл жерде. Біреу бал әкеліп жатыр, біреу оның орнына қойып жатыр. Сондай жұмыстарды істеп жатыр. Әрқайсысының өзінің жұмысы бар. Сіздің қолыңыз шақпай ма ата? Шағады енді үйреніп қалған. Міне мынау шетіндегі мыналар балдар.
әкелген мынау бетін жаңағы бекітіп тастаған қысқа дайындап жатыр да бұл енді. Осыны біз аламыз да осы мынаның бетін жаңағы арнайы пышақпенен кесіп, мынаны жаңағы бал айдағышқа салып, осы балды алып дайын бал қылып өндіреміз. Осы семьяда мысалы үшін бір 60 мың, 70 мың жұмысшылар бар деп айтуға болады. Шамамен де. Олар өздерінің жұмыстарын істеп жатыр. Вообще бал алу процесі қалай болады? Ана жерде пышақпен қырып аласыздар ма толыққанды? Жоқ, пышақпен мына бетіндегі жаңағы клейт етіп тастаған ғой, соны ғана аламыз. Оны анада қазір бал күбі деген бар, соған саламыз, соны айландырамыз, соның ішінен балды өзі шашып алынады. Қазір көрсетемін оны да. Айта беріңіз. Жаңағы балдың бетін пешаттап тастадық дедік қой. Иә. Пышақпен кесеміз дедік. Пышақпен кесіп алған екен, мыналарға саламыз, мыналарға. Ішіңгі бит көрсетсеңіз болады. Осыған салынады, сосын не істелінеді? Салынғаннан кейін қазір мына жаңағы рамканы төртеуі кетеді. Соны саламыз да былай айландырамыз. Сонда айландырғанда ана жаңағы рамканың ұяшықтарға тұрған балдың бәрі мына жаңағы мынаның қабырғасына ұрады да, ана ненің түбіне ағып түседі. Жерге бал болып ағады, иә? Сөйтіп бал болып. Мынаны қаттырақ айналдыру керек па ол үшін? Иә, қаттырақ айландырамыз. Қаттырақ айналдырады? Қаттырақ, қатты болғанда онша қатты емес енді. Осылай ғой, иә? Сол кезде бал ана сұйықтық жан-жаққа ағады ма? Иә, мынаның қабырғаларына ұрады да, сөйтіп ананың түбіне ағып түседі. Оны мына арнайы мына түтікшеден кейін құйып аламыз. Мен ана YouTube-тан көрген кезде андай аралар немен кесіп атады ғой, пышақпен ше. Ол сол жердегі ана жерде процесс кесіп алады, содан кейін алып келеді ғой осы жаққа, ішіндегісін, иә? Иә. А кесіп алғанда не істейсіздер? Кесіп алғанда оны да жаңағы пайдалы, оны да сатамыз ақшасына. Ол да бал болып аталады ғой, иә? Или басқаша атала ма? Бұның орысшасы забрус дейді, қазақшасын енді. Біздің араның сөздіктері негізінде қазақша баламалары өте қиында айту. Қиындау, иә? Міне жаңағы наклейкасы да кесіп алынған. Дәм көруге бола ма? Болады. Бұл жейтін нәрсе ма? Иә, жеп шайнап жаңағы ана несін босқысын тастаса болады. Күштеген сағысы. Негізінде ата пайдалары қандай балдың? Неге пайдалы? Наларды бөлек сатып ала ма сонда? Қайсыларды? Осыны ішіндегін бөлек сатып ала ма? Иә, бөлек. Бұның дәмі күшті екен ата. Бұның балға қарағанда бұның бағасы қымбаттау болады. Себебі мына асқазанға пайдалы деп жатады екен. Мен ол бір доктор немесе бір тауып емші емеспін. Сағыз сияқты екен, иә? Мен кеңес бере алмаймын. Пәлен ауруға жейсін, пәлен ауруға ішесін деп. Қаншадан ата миоттарыңыз? Бұл килограмм 3.000 теңгеден сатып жатырмын қазір. Килограмм үшін? Күніне қанша сатасыздар? Күніне енді әр кезде әртүрлі. Сенбі жексенбі күндері дұрыстау болады сауда. Дұрыстау болады. Айына қанша шығады негізі? Айына деген әңгіме жоқ, ол табиғатта бар болса ала береміз ғой. Жоқ, өздерің сатқан кезде былай есептемейсіз ба, айына қанша саттым деп? Сезонда 1-2 ай ғана жазда болады ғой. Қалған уақытта сатылмайды ғой, миоттар? Бұл жерде сатылмайды. Сатамыз ғой, жазда алып аламыз да сатамыз. Бірақ уже тамыз айынан бастап бұл жерде тоқтайды да, алым тоқтайды. Аралар жұмысын тоқтатады. Мен қысқа дайындық жұмыстарын жүргіземіз. Бірақ қыста сіздер уже жазда алып алғандарды сатасыздар, иә? Иә, жазда алып алған сатамын. Егер алған болсақ. Негізі айына қанша ақша табуға болады ата? Айналысқан адамдарға. Миотпен. Енді шамамен айта берсеңіз болады, примерно анандай. Мысал үшін бір семья 10 килограмм бір жылда 10 килограмм алатын болсам, жаңа 100 семья бар дедім, сонда 3.000-нан татқанда, сонда 1 тонна болып тұру, 3 миллион болады да шамалы. Жылына 3 миллион табуға болады, бір жылда? 100 семьядан. Осы жерде. Енді анау көшіп жүретіндер бар ғой, олар енді көп деп табады олар. Олар себебі қай жерде алым бар, сол жерде жүреді. Мына жерде болып жатыр десе, тіркейді де жүріп кетеді. Жолда отыр дедіңдер ғой. Олар енді
Барады машинамен жүретіндер ғой, артына тіркеп алып. Иә, тіркеп алып жүреді. Ол сонда қалай ол процесс? Мысалы, қалай ол береді деген қалай? Мысалы үшін енді олар қазір жантақта жүр. Иә. Жантақ деген мен үшін ол азап. Өзім жасым болса кеп қалды, күн ыстық ояқта, су жоқ. Мұнаны енді қайтып машинаға артып барып ол жерге қойып, күніге суды қайтадан алып келесің. Ол процесс мыналардың бәрін машинаға салып алады, жантаққа апарады. Ол жақта гүл көп па сонда не болады? Жантақ қана гүл дейді ол жақта. Иә. Тек қана бір нәрседен жантақ беріп жатыр мысалы, алынды қазір. Күнде 1 кило ма, 2 кило. Ашат араларын жібереді, олар сол жаққа барып не істеп келеді, ол жерде толтырып келеді. Өзі толтырады өйткені сондықтан мына миотты алады да, тағы жантақтан кейін бір жерге мақтаға ма, гүлдеп жатады, соған барады. Мен бір жерден бір рет алатын болсам, олар мысалы үшін 10 жерге көшсе 10 рет алады да. Мен 1 тонна алсам, олар 10 тонна алады деген әңгіме да. Ара өнімдерінің, бағалы өнімдердің бірі прополис деп аталады. Жақындап жүрсем бе? Ол жаңағы аралар бұның қысқа қарай жаңағы жайшықтың онша-мұнша саңылауларын бекітеді да осыменен. Бұл енді өте пайдалы нәрсе. Өте жоғары. Мына пандемия кезінде өте жақсы өтті, бұл дефицит болды. Денсаулыққа жақсы ма? Мынау маточное молоко дейді. Жаңағы аналықтың сүті. Араның сүті дейді бұлайша. Маточное молоко. Бұл да өте пайдалы. Ата аяқтан шығарғаннан кейін сіздер үстіне тағы бірдеңке қосасыздар ма негізі? Қоспайсыздар? Қайсы шығарған? Мысалы, ана жақтан шықты ғой, мынау сұйықтық осылайша ақтар. Жоқ. Дәл осы күйінде сатып алады ғой же? Иә. Анау қатық болатын миоттар бар ғой. Солар қант қосады деме? Жоқ, олар қайта ең таза миоттар. Ең таза миоттар ма? Ең таза миоттар кристаллизовать етіледі. Ал анау онша-мұнша қосылған нәрселер олардың кристаллизовать ету қиын да. Негізі тазаны қалай ажыратуға болады ата? Қайсы таза емес? Білмеймін, оны ажырату өте қиын бұл қазір. Өте қиын ба? Неше түрлі химикаттармен жаңағы ажыратамай қаласың да. Бір нәрселерді қосып тастайды. Тура мынау табиғи бал қалай болса, солай қылып істелінген ғой. Сөйленген ғой, жұрттар шатасады. Біздің балымызда, мысалы үшін сен құмшекер қосып қойғансың, мен жеген бал ондай мұндай деп айтады да. Енді ажырататындар болады, жақсы білетіндер. Өзіңіздің денсаулығыңыз қалай негізі? Жақсы. Жақсы ма? Бал көмектесе ма? Көмектессе керек. Атамыз енді осындай табиғатта өмір сүреді. Күшті. Көмектессе керек. Күшті екен деп қойса. Бірақ шынымен күшті екен. Ата енді мысалға өңірлердің дәмдері әртүрлі дейді ғой, сол қаншалықты рас? Мысалға оңтүстікке басқа, солтүстікке басқа деген сияқты. Иә, енді ол өсімдіктердің жаңағы табиғаттың жағдайына байланысты ғой. Мысалы үшін мынау далалы жерлерде, құмды жерлерде өсімдіктің бір-ақ түрі өседі, мыңдаған километр жерде. Мысалы үшін жантақ немесе қурай, содан ғана алынған балдың дәмі басқашалау болады. Сол қай өсімдіктен алынды, соған байланысты. Бұл жерде енді тауда өсімдіктер көп. Мысалы үшін мына ұлттық парктың өзінде өсімдіктің 1500-ге жуық түрі бар. Сол 1500-дің соның мысалы 50%-ның өзі бал берген күнде де сонда бір 700-800 түрден әкелінеді бал, гүлде өсімдіктің түрінен әкелінеді. Соның әрқайсысының дәмі әртүрлі болады. Мысалы үшін бұрынырақ ұшқат па, барбарис па гүлдеп жатса, оның уақыт өткеннен кейін басқа киік оты, немесе гүлқайыр дейміз, кекіре дейміз, солардың ананың орнына олардың дәмі өзгеше болады. Олардың жаңағы дәрілік қасиеттері ерекше болады, әртүрлі гүлдерден әкелінген. Сондықтан бұл жердің балы басқа балдарға қарағанда жоғары бағаланады. Мысалы жантақты килограмм 2000-нан сатып жатса, мен бұл жердің балын 3500-ден сатамын. Дәмін көріп, сізге қымбатырақ
бірақ сапасы да өте жақсы. Сапасына байланысты қымбаттау болады. Енді оның сапасын да несінде беретін халық қой. Мен өзім товарымды бір өткізу үшін мақтанбаймын. Әркім өзі келіп көріп алып кетеді. Құрметті көрермендер, былай қарағанда негізінде жай ғана ара сияқты, ара шаруашылығы. Бірақ бұлар болмаса, бұлар өзіндік аналық, аталық болып, жұмысшылар болып бөлінбесе, бізде тіршілік тоқтап қалады негізінде. Өйткені Америкада бір мультфильм бар, сізге кадрларын қоя кетейік. Сол жерде мына жұмысшылар деген бағанағы аты айтты ғой, жұмысшылар бөлімі бар деп. Сол жұмысшылардың барлығы бір ауыздан келісіп жұмысқа шықпай қояды. Сол кезде гүлдердің бәрі солып қалады да, бүкіл Америкада тіршілік тоқтап қалады. Сол сияқты егер де бұл кісілерде, то есть бұл шаруашылық тоқтап қалатын болса, негізінде әлемде тіршілік тоқтайды. Сондықтан да әр нәрсеге негізінде үлкен мән беру керек шығар. Кез келген жәндіктің өзіндік бір үлестері бар. Сол айтайын деген. Бүгінгі шығарым сіздерге ұнады деген ойдамыз. Өз басыма қатты ұнады. Біз ат терілетіп енді білмеймін, Алматы қаласынан осы жаққа келдік. 500 километр, қанша 400-ден аса километр жүрген шығармыз. Өте қуаныштымыз. Ең бастысы сол, сіздерге ұнаса лайк басыңыздар, достарыңызға таратып қойыңыздар, чаттарға жіберіңіздер. 67 жастағы ақсақалымыз осындай кәсіппен айналысып жатса, демек сіздің де отбасыңыздағы былай айтқанда зейнетке шыққан жандар болмаса жас кәсіпкерлер осы кәсіпке кірсеңіздер болады екен. Сол YouTube-тан қарап ізденсеңіздер болады. Толыққанды сол жақта ақпараттар бар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет.